Сәлем достар, бұл видеода арқа бұлшықеттерін түсіндіретін боламын. Арқа бұлшықеттері екі топқа бөлінеді: беткей және терең. Біз беткей бұлшықеттерге тоқталамыз. Бірінші топқа мускулис трапециус жатады. Трапеция тәрізді бұлшықет бірмен көрсетілген. Оның үш будасы болады: жоғарғы, ортаңғы және төменгі будалары. Жоғарғы буда жоғарыдан төмен қарай, яғни латеральды бағытқа қарай кетеді. Ортаңғы буда тоже латеральды бағытта, және төменгі будасы төменнен жоғары қарай латеральды бағытта орналасады екен. Мускулис трапециустың басталатын орны сыртқы шүйде шодыры, мойын, кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділерінен басталады да, одан кейін бекінетін орны жауырын қылқаны болып табылады. Трапециуста пунктум фиксум және пунктум мобиле деп аталатын түсініктерді білуіміз қажет. Яғни пунктум фиксум деген бұлшықет басталатын орын. Бұл жерде функциясы осылай анықталады. Яғни пунктум фиксумды сыртқы шүйде шодыры, мойын және кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділері деп алатын болсақ, онда ол осы жауырын аймағына, яғни бекінетін орындағы бұлшықеттерді өзіне тартады. Бұл жағдайда жауырынды омыртқа бағанасына жақындатып тұр. Ал егер де пунктум фиксумды осы жауырын қылқаны аймағындағы бұлшықет деп алатын болсақ, онда ол мына бұлшықеттерді өзіне тартады да солты бұру қызметін атқарады екен. Келесі мускулис латисмус торси, арқаның аса жалпақ бұлшықеті. Бұл арқаның беткей бұлшықеттерінің бірінші тобына жататын екінші бұлшықет. 15-пен көрсетілген. Басталатын орны сегіз көздің артқы бетінде криста сакралис медианадан басталады. Мықын сүйектің қырқасынан өтеді. Бел омыртқасының қылқанды өсінділерінен, төменгі кеуде омыртқаларынан ары қарай бұлдасы осылай тарылады екен. Бекінетін орны тоқпан жіліктің кіші төмпешік қырқасында, яғни криста туберкули минористе аяқталады. Латисмус торси екі функция атқарады: қолды денеге жақындатады және денені көтергізеді. Мысалы, турникке тартылған жағдайда осы бұлшықет іске қосылады екен. Беткей бұлшықеттерінің екінші тобына мускулис леватор скапуля жатады. Бірмен көрсетілген. Ол жауырынды көтеретін бұлшықет. Басталатын орны жоғарғы мойын омыртқаларының көлденең өсінділері. Біз білеміз, мойын омыртқаларда көлденең өсінділер болады. Осы жерден басталады да бекінетін орны жауырынның жоғарғы бұрышы болып табылады. Яғни осында бекінеді. Бұл мойынды бұру, басты еңкейту, жауырынды көтеру сияқты қызмет атқарады. Бұл жерде пунктум фиксум, егер де осы дәл мына жер болатын болса, яғни мойын омыртқаларының көлденең өсінділері пунктум фиксум басталатын болатын болса, онда ол аяқталатын жерді осы жер жиырылу арқылы өзіне тартады. Бұл жағдайда жауырынды көтеру функциясы атқарылады. Ал егер де мойынды бұру, басты еңкейту сияқты қызметтерді дәл мына орын атқарып отыр. Яғни осы жағдайда пунктум фиксум осы жер ондағы бұлшықеттерді жиырылу арқылы тартады да мойынды бұру, басты еңкейту сияқты қызметтерді атқарады. Келесі бұлшықет, яғни беткей арқаның бұлшықеттерінің екінші топ бұлшықетіндегі мускулис ромбоидеус минор et major. Ромб тәрізді кіші бұлшықет басталатын орны төменгі екі мойын омыртқасының қылқанды өсіндісі. Яғни мойын омыртқаларының бізде саны 7 болады, соның төменгі екеуінің қылқанды өсіндісінен басталады екен. Солай бекінетін орны жауырынның медиалды қыры. Яғни жауырын қылқанынан жоғары орналасқан медиалды қырына осы ромбоидеус минор бекінеді. Ал ромбоидеус major болса, ромб тәрізді үлкен бұлшықет, басталатын орны жоғарғы кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділерінен. Яғни кеуде омыртқасының саны 12, именно соның жоғарғы төртеуінің қылқанды өсіндісінен басталады да тоже жауырынның медиалды қырына қарай бекінеді. Бірақ бұл бекінген кезде жауырын қылқанынан төмен орналасқан медиалды қырына бекінеді. Ал жоғары орналасқанына ромбоидеус минор бекінген болатын. Ромбоидеус майордың қызметі жауырынды омыртқа бағанына қарай жақындату болып табылады. Келесі беткей бұлшықеттерінің үшінші тобына екі бұлшықет жатады: мускулис serratus posterior superior және мускулис serratus posterior inferior. 4-пен және 17-мен көрсетілген бұлшықеттер. Бұлар артқы тістік жоғарғы және артқы тістік төмен бұлшықеттер болып табылады. Басталатын орны, яғни тістік артқы жоғарғы бұлшықетінің төменгі мойын және жоғарғы кеуде омыртқаларының тағы да қылқанды өсінділерінен, және бекінетін орны 4-5 қабырғаларының артқы бұрышына, яғни бұл қабырғаның анатомиясына қатысты қабырғаның артқы бетіне қарай бекінеді екен 4-пен көрсетілген бұлшықет. Келесі бұлшықет бізде 17-ші, ол тістік артқы төменгі бұлшықет. Басталатын орны төменгі екінші кеуде, яғни төменгі екі кеуде омыртқасы мен жоғарғы бел омыртқаларының тағы да қылқанды өсінділерінен төменнен жоғары қарай орналасатын бұлшықет болып табылады.
Бекінетін орны төменгі 4 қабырғаның артқы бекіне. Бұл бұлшықет қабырғаны төмен түсіреді. Мускулис серратус posterior superior қабырғаны көтереді. Және осы тістік артқы жоғарғы бұлшықет тыныс алу бұлшықеті болып табылады, яғни тыныс қозғалыстарына қатысады екен. Остеология білімі осындайда қажет болады, яғни барлық қылқанды өсінділер олар бекерге тұрмайды, яғни олар бұлшықет бекитін орын немесе байлам бекитін орын болып табылады. Видео ұнаса каналға тіркелуді ұмытпа, ал келесі видеода мен арқаның терең бұлшықеттерін айтатын боламын.